Баршаларыңызға сәлем. Сіздерге бүгін көпшілігіңізге ұнайтын қытырлақ, дәмді қаттама нанның жасалу жолын көрсетемін. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 1 кг ұнымызды електен өткіземіз, үстіне 10 грамм тұзымызды қосып, кішкене араластырып жібереміз де 500 мг суымызды қосып, қатты қамыр елейміз. Қамырымыз қатты болады, илеуге кішкене қиындау болғанымен, артық ұн да, артық су да қоспай илейміз. Кішкене июін қандырғаннан кейін жұмсарып, жаюға ыңғайлы болады. Июі қанғаннан кейін 2 бөлікке бөлеміз де тағы жарты сағатқа қалдырамыз. Қаттамаға жағатын май дайындаймыз. Шедроэлета 72% және тоң май қосып ертіп аламыз. Тоң май болмаса немесе ұнатпасаңыздар қоспауға да болады. Жарты сағат демалған қамырымызды бешбармақтың қамырындай жұқалап жайып аламыз. Қамырымыздың бір бөлігіне көкпияз қосып жасаймыз, екінші бөлігіне ештеңе қоспай жасайтын боламыз. Қамырымызды жұқалап жайып алғаннан соң бетіне майымызды жағып шығамыз. Қолымызбен бір келкетіп тегістеп шығамыз. Майымызды жағып алғаннан соң осылай рулетик қылып орап шығамыз. Қамырымызды орап алғаннан кейін осылай улитка қылып орап, пакетке салып, холодильникке жібереміз. Егер сіздер асығыс болсаңыздар, 2 сағатқа морозильникке салып алсаңыздар болады. Немесе 1 түнге холодильникке жібересіздер. Қамырымыздың екінші бөлігіне осылай көкпиязды сеуіп шығып, бұны да орап аламыз. Егер көкпияздарыңыз болмаса, кәдімгі пиязымызды майдалап турап сеуіп шықсаңыздар да болады. Ол да әдемі дәмді болады. Бір түн холодильникте тұрып, майы жақсы сіңіп, дайын болған қамырларымызды таразының көмегімен өлшеп кесіп аламыз. Әр бөлікті 75, 76, 77 граммнан өлшеп кесеміз. Бізде 14 штук шығу керек. Барлығын өлшеп кесіп алғаннан соң, осылай әр қамырды видеодағындай күлше жасаймыз. Осылай күлше жасап алғаннан соң, екі күлшені біріктіреміз. Сол кезде біздің қаттама нандарымыз қатпарлы болады.
Барлығын біріктіріп дайындап алдық. Бізде бір зуала қамырдан осындай 7 қаттама шығады. Әр қайсын дөп-дөңгелек қылып, жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Жайып алған қаттама нандарымызды қызып тұрған табаға 2-3 ас қасық май құйып отырып, қуырып аламыз, екі беті қызарғанша. Қаттама нандарымыз осылай пісіп шығады. Сондай қатпарлы, қытырлақ болып, дәмді болып шығады. Бұл бізде пиязсыз жасалған қаттама. Пиязбен жасалатын қаттаманы да дәл осылай өлшеп кесеміз, біріктіріп, жұп-жұқа қылып жайып, екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл осылай жұп-жұқа қылып жайып, пакетке салып, морозилькте 3 айға дейін сақтауға болады. Кез келген уақытта шығарып, қуырып аласыздар. Осымен 2 түрлі қаттама нанымыз дайын. Сіздер де жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар Бегалықызы. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.